Сәлем достар, бүгін сіздермен жемісті салат дайындайтын боламыз. Бұл салат витаминдерге өте бай, сондықтан әсіресе күз және көктем кезінде энергияңызды толықтыруға көмектеседі. Дайын болсақ, достар, бастайық. Бізге керек жемістер 2 банан, 2 киви, 2 алма керек болады. Тура осы жемістердің болуы міндетті емес. Сіз өзіңіз қандай жеміс ұнататын болсаңыз, сол жемістерден де дайындасаңыз болады. Тағы бізге сапалы сгущенка керек болады. Қаймақ керек болады. Кез келген қаймақ бола береді. Және бізге сүзбе керек болады. Бұл заттардың қанша мөлшерде керек болатынын видео барысында айтатын боламын. Алдымен барлық жемістерімізді жуып, сыртын тазалап аламыз. Алмамызды 4-ге бөліп, ортасындағы қатты жерін алып тастаймыз. Дайын болған жемістерімізді майдалап 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Турап алған жемістерімізді жақсылап араластыратын боламыз. Жемістерімізді осылай 2 ыдысқа бөліп аламыз. Бірінші ыдысымызға 4 қасық сүзбе саламыз. Достар, егер жемістеріңіз онша тәтті болмаса, 1 ас қасық шекер қосып жіберуге болады. Келесі бізде, достар, 4 ас қасық қаймақ қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Екінші ыдысымызға тура солай 4 ас қасық сүзбе саламыз. Және 4 ас қасық сгущенка салып жақсылап араластырамыз. Бар болғаны осы, достар, бізде витаминге бай, балғын, жемісті салатымыз дайын болды. Бұл салатты жасап жейтін болсаңыздар, достар, енді күні бойы энергияға толып жүретін боласыздар. Дайын болған салатымызды тарелкаларға салып, бетін әрлейтін боламыз. Әрлеу үшін мен кунжутты қолдандым. Кунжут болмаса, сіздер макты қолдансаңыздар да бола береді. Ал, достар, бүгінгі жылдам жасалынатын салатымыз бізде дайын болды. Әсіресе бұл салатты балаларыңызға жасап беретін болсаңыздар, күз және көктем кезінде авитаминоз болған жағдайда балаларыңыздың витамин дефицитін толтырып аласыздар. Достар, бүгінгі жасаған салатымыз сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Басқа да видеоларымызды қарағыларыңыз келсе, каналымызға өтіп, басқа видеоларымызды көріп шықсаңыздар болады. Сіздер де осы салатты жасап, нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісіп отырыңыздар, достар. Ал барлығымызға ас болсын, деніміз сау болсын.